Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте тез дайын болатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Шоколад қосылған. Жасалу жолы оңай, міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар. Алдымен жылы сүтімізге ванилин, ашытқы, 2 дана жұмыртқа, сұйық май, сосын қант, ұн қосып, жұмсақ қамыр істеп аламыз. Сосын ашыған қамырымызға осылай шоколадты араластырып шығамыз. Не обязательно шоколад болу, мейіз, любой бір сухофруктойды қолдансаңыздар болады. Сосын формамызға осылай пергаментный қағазды жайып, булочкаларымызды бөліп, осылай формамызға салып шығамыз. Сосын 2 есе ісіп шыққаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сосын 160 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Автор Умарова Карина, міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар.